Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дапанжи дайындайтын боламыз. Ең алдымен рецепті қарамас бұрын менің Instagram каналыма тіркеліп кетіңіздер. Жоғарыда атауы тұр. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал енді дапанжиымызды бастаймыз. Ол үшін қазанымызға майды құямыз, үстінен қантты салып, жақсылап араластырамыз. Осылай қоңыр түске енгеннен кейін үстіне тауығымызды салып, оны да жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Тауығымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне сарымсағымызды салып, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырып болғаннан кейін үстіне 2 ас қасық томатымызды саламыз. Чесногымызды салып, соя соусымызды қосып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстіне картобымызды салып, оны да араластырып, бетін жауып қоятын боламыз. Енді суымызды құйып, бетін жауып 15 минут қайнататын боламыз. Осылай үстіне тұзымызды, бұрыштарымызды, барлық дәмдеуіштерімізді қосып, тағы да қайнатып алатын боламыз. Біздің дапанжиымыз дайын, дәмі өте керемет болды. Сіздер де тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк қойып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп, мені қолдап жіберіңіздер. Сау болыңыздар.